Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және де бір жасағаннан шығатын торт жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 300 грамм айранымызды құямыз. Оның үстіне 1 чай қасық сода қосамыз. Жақсылап біркелкетіп араластырып шығамыз және де бірнеше минутқа қойып қоямыз. Сода мен айран қосылғаннан кейін осындай көпіршіктер пайда болғанша тұру қажет. Көпіршіктер пайда болғаннан кейін оның үстіне 250 грамм қант қосамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне 2 жұмыртқаны қосамыз. Осының үстіне 100 грамм сұйық май қосамыз. Венчиктің көмегімен барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Масса жақсы араласуы қажет. Енді осының үстіне 250 грамм ұнды міндетті түрде илеуіштен өткізіп қосамыз. Оның үстіне 3 немесе 4 ас қасық какао қосамыз. Какаоның үстіне 1 чай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Жақсылап біркелкі етіп барлығын араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің массамыз осылай қою болады. Енді осының үстіне 50 мл қайнап тұрған суымызды қосамыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді дайын болған массаны теңде 2-ге бөлеміз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, бөлінген массаның бір бөлігін пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп пергаменттің қағазын үстіне құйып, қасықтың көмегімен жан жақтарын тегістеп шығамыз. Қызып тұрған 180 градус духовкада 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Торттарымыздың қамыры піскенше кремін дайындайтын боламыз. Арасына жағатын бізге ең алдымен сгущенка қажет. Оның үстіне вареная сгущенка қосамыз. Кремге қосқан заттарының барлығын видеода көрсететін боламын. Суретке түсіріп алсаңыздар болады. Екеуін жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз және де оның үстіне 20% қаймақ қосамыз. 3 ас қасық көлемінде. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Келесі кезекте бізге Қазақстан шоколады қажет болады. Қазақстан шоколадын ерітіп, креміміздің үстіне саламыз. Оның үстіне езілген майда бөліктерге бөлінген орехты қосамыз. Пісіп шыққан қамырымызды пергамент қағазынан алып, шет-шеттерін тегістеп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Енді оның үстіне кремімізді жағамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Осы тортты жасау барысында қандай заттар қосылды және де қандай мөлшерде қосылды, соның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Кремімізді 2 слоймен барлық жағына жеткізіп, видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!